Қыздар, бүгін еттің қамырын жаятын боламыз. Оңай жайылудың әдісімен бөлісемін. Алдымен ұнымызға тұзымызды, суымызды және міндетті түрде бір жұмыртқамызды салып, қамыр елеп аласыздар қатты қылып. Одан соң кішкене 10 минутқа тұндыруға жібереміз. 10 минут өткеннен кейін осылай қолдың көмегімен дәл мен көрсетіп отырғандай істейсіздер. Бұл қамырдың жиектері қалың болмау үшін жасалынатын лайфхак десем болады. Осылай барлық қамырдың 4 жағын бірдей басып шығасыздар. Содан кейін барып қана оқтаудың көмегімен дөңгелете отырып жайып алатын боламыз. Мен асықпай көрсету мақсатында істеп жатырмын. Қарап алыңыздар. Әрі тез жайылады, әрі қамырларыңыздың барлығы теп-тегіс болады. Мінекей осылай енді оқтаудың көмегімен дөңгелетіп әрі қарай жая бересіздер. Міне салмақ түсірмей қамырдың жиегінен басасыздар, қатты түсірмейсіздер. Енді әрі қарай келесі жиектен алып орап аламыз дағы сеуіп тағы да жая береміз. Осылайша қамырларыңыз дөп-дөңгелек, біркелкі, жіп-жұқа, ешқандай бетінде қамырдың қыртысы жоқ, әдемі болып жайылатын болады. Мен бұған дейін етімді әдемілеп тұрып салып қойған болатынмын. Етім әдемі болып пісіп жатыр. Осы ортада пайдаланып қамырдың қалай жаю керектігін көрсете салайын деп сіздерге түсіріп жатқан жайым бар. Пайдалы болатынына сенемін. Жаңадан түсіп жатқан келіндерге жақсы көмек деп ойлаймын. Мінекей осылай айналдырып жая бересіздер. Одан соң қайнап тұрған сорпамызға, яғни етімізді сүзіп алып, соған салып 5 минутта пісіріп аламыз. Осымен етіміз дайын ас болсын.